Сәлем. Бұл видеода есептің толық шығарылуы берілген. Каналға өтіп, плейлисті бөліміндегі геометрия 8 сынып плейлистінен басқа барлық есептің шығарылуын таба аласыз. Каналға тіркеліп, лайк басып, коммент қалдыруларыңызды сұраймын. Пайдалы білім болсын. Сау болыңыз. Берілген кесіндіні тең үш бөлікке бөліңдер дейді. Яғни бір кесінді алайық, қандай да бір кесінді алайық. Осындай кесінді болсын. Осы кесіндіні тең үш бөлікке бөлу керек. Жалпы көрініп тұр, екі тур көзден алса, ол үш бөлікке бөлінеді. Бірақ біз оны сызғыштың өлшем бірлігі жоқ деп есептейміз. Яғни біз оны циркульдің көмегімен және Фалес теоремасын қолданып бөліктерге бөліп көреміз. Біз мына кесіндіге төбесі ортақ тағы бір кесінді жүргіземіз, яғни бұрышқа келтіреміз. Оны бөліктері тең болу керек. Мысалы, ол үш бөліктен тұру керек деген міне. Бірінші бөлік болсын. Бірінші бөлік. Дәл осы бөлікке тең тағы бір бөлік. Екінші бөлік. Тағы осы бөлікке тең үшінші бөлік. Бәрін белгілеп отырдық. Бар үшеуі тең көріп тұрсыз. Енді осының төбесін мына кесіндімен қосамыз. Бізде үш бұрыш пайда болды. Міне бір бөлігін осы кесіндіге келесі нүктелерден тең бөліктер, онан барлығы тең бөліктер осы кесіндіге параллель түсіреміз. Яғни мынаған параллель болатын келесі қабырғаға түсіп жүргіземіз. Міне мына нүктеден тағы бір кесінді. Бізде Фалес теоремасы бойынша егер де бұрыштың қабырғасын түзу тең бөліктерге бөлсе бір бұрышын, ол нүктеден түсірілген кесінді және оған параллель келесі нүктеден жүргізілген кесінділер келесі бұрыштың қабырғасында тең бөліктерге бөледі деген бізде жаңағы теорема бар. Сонда мыналар да өзара тең болып шыға келеді. Берілген кесіндіні үш тең бөлікке бөліп алдық. Енді тең 5 бөлікке бөлдік. Тең 5 бөлікке кез келген бір кесінді аламыз. Берілген кесінді кескенді өлшемей алсаңыз, және осылай. Осындай кесінді бересің. Енді бізге тең 5 бөлікке бөлу керек. Ол үшін біз тең 5 бөліктер болатын кесінді жоғары жақтан аламыз. Тең 5 бөлік. Оны бір бөлік белгілеп қоямыз. Екінші бөлік тең барлығы. Міне барлығы 2-ді 1-дің несі болып тұр, диагоналі болып тұр. Үшінші бөлік, төртінші бөлік және соңғы бесінші бөлік. 5 тең бөлікке бөлінген бір қабырғасы. Соңғы бөлікті кесіндімен қосамыз. Бірінші түзу жүргізілді, оған параллель келесі түзу, оған параллель келесі барлық нүктеден осылай параллельдер жүргізіп шығамыз. Сол параллельдер келесі қабырғаны да тең 5 бөлікке бөледі. Бөліп алдық. Тең 6 бөлікке дәл осылай жасай саламыз. Тіпті мына жерде циркульдің көмегі де керек емес негізінде. Тек осындай сызғыш болса жеткілікті. Осылай белгілеп алдық. Осы кесіндіні 6 бөлікке бөлу керек. Біз жаңағындай 6 тең кесінділер жоғары жақтан аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 тең бөлікке бөлінген бірінші төбесін қоссамыз, оған параллель кесінділермен келесі қабырғаны бөліп шығамыз. Тең 6 бөлікке бөлінді. Жерде циркуль көмегімен қолданған жоқ, мүмкін ондай да тәсілі бар шығар, ойланып көруге болады. Есепте пирамида берілген, пирамида тең қабырғалы дейді. Яғни мына үш қабырғасы өзара тең деген сөз. Оның бір қабырғасы тең 5 бөлікке бөлінген дейді. Әрбір қабырғасы, яғни барлық қабырғалар тең болғандықтан, мынау тең 5 бөлікке бөлінеді, қалған 5 бөлік барлық өзара тең деген сөз. Себебі бұл тең қабырғалы ғой. Барлық үшбұрыштар яғни тең. Енді біз мына ішкі үшбұрыштардың қабырғаларын қараймыз. Енді бізде мына кіші үшбұрышты қарайтын болсақ, мынау тең 2 бөлікке бөлінген. Бізде
үшбұрыштың мына бөліктері өзара тең, сондықтан мына қабырға, жаңағы кесінді деген табанына параллель болады. Мына параллель болса табанына, ондай болса мына ортасы сызық және ол табанның жартысына тең. Яғни мынау екі мынандай бөліктен тұрса, оның жартысы мынандай бір бөлік қой. Сонда мына бөлік мына бөліктерге тең болады. Енді келесі ары қарай қарайтын болсақ, біз мына үшбұрышты былайынан қарайық. Так, біз әзірше мыналарды білмейміз екен ғой. Онда бізге қазір жоғары жақтан бастап қарасақ та болады. Мен жоғары жақтан әзірше мыналарды білмейміз. Жарайды, осыдан жоғары кете береміз. Біз мыналарды наған тең екендігін дәлелдеп алдық. Енді ары қарай мысалға мына бұрыштағы былай қарасақ, тағы да екеуі тең бөлік, бізден ол параллель, сондықтан оның жартысына тең, мына қабырға мынаған тең болады. Енді ары қарай негізінде барлығы солай, жаңағы параллель. Мына кесінділер табандарына параллель жүргізілген. Сондықтан мына бөліктер сәйкес жаңағы мына үшбұрышты қарастыратын болсақ, мына жеріне табанына параллель, табан жартысына тең болады, мына бөлік мынаған тең болады. Енді ары қарай қарастыра берсек, мына үшбұрышты қарастырсақ, мына параллель, мына тағынан жартысына тең болады. Сонда мына жерде мынаның жартысына тең болады. Мына жерде мына үшбұрышты қарасақ, мына екеуінің жартысына мынау тең болады. Сонда мына екеуі тең екендігін көріп алдық. Былай үшбұрышты қарасақ, мынаған параллель. Мынаған параллель болса, мына екеуінің жартысына тең болады. Әзірше мына кесінділердің неге тең екенін білмейміз. Мына екеуі мынаның жартысына тең болады. Мынау тең. Мына екеуі анықталды. Ендеше былай қараған кезде мына екеуінің жартысына мынау тең. Сонда жалпы мына ішкі үшбұрыштардың барлығы тең қабырғалы үшбұрыштар екенін көруге болады, өзара. Сондықтан осылай мынандай үшбұрыштарға бөліп қарастыра береміз. Табандары өзара тең. Мынау x болса, қосындысы 2x болады. 2x-ің жартысы x, яғни мынаған тең болып шықты деген сияқты. Үшбұрышты былай қарастырамыз. Мына екеуінің жартысына мынау тең болады. Былай үшбұрыш бөліп қарастырамыз. Солай жаңағы табан жартысына тең болады. Орта сызық деп мына барлық қабырғалары тең екендігін дәлелдеп шығуға болады. Енді мына жерде барлық қабырғалар тең екендігін тең дәлелдеп алдық. Жаңағы үшбұрыштарды қарастырып, сонда барлығы тең, кішкентай тең қабырғалы үшбұрыштарға бөлінген екен. Енді мен басында міне есептедім. Бастапқы үшбұрыш деген кезде алдымда мына бастапқы үшбұрышты есептеп тастаппын. Ал мұнда бастапқы үшбұрыш емес, бастапқы боялған үшбұрыш деп айтып тұр екен. 10 бөлікке, яғни мына сияқты 10 үшбұрыш мына жерде бар екен. Енді ол 186 метрға тең дейді, периметр. Бұның периметрі 186 метр. Мына кітей үшбұрыштың қабырғаларын біз x деп алатын болсақ, x болады. Сонда мына үшбұрыштың периметрі сонда бір үшбұрыштың неше x-қа тең? 1, 2, 3, 4, 5, 6 x-тің қосындысына тең. Сонда 6 көбейтілген x дей салға болады. Ол 186 метр. Ендеше осыдан x тауып алсақ, 186-ны 6-ға бөлеміз, 31 метр шығады. X-тарды санап шығамыз. Былай 5, былай 5, былай 5. Сонда жалпы 15. Мына сияқты 10 үшбұрыш десе, мына сияқты 10 үшбұрыш десе, онда бізде неше болады? Бізде 4-тен 1, 2, 3, 4. Мына жаққа тағы бір қатар керек болады сонда.
1 да енді берілген үшбұрыштың периметрін тап деп тұрған жоқ екен, иә, периметрін бізге мына сияқты 10 үшбұрыштан тұратын жаңағы фигураның үшбұрыштың ауданын тап деп тұр. Мына сияқты 10 болу үшін, яғни мынау өзі төртеуден құралған ғой. Төртеуден бізде 40 болу керек. Міне ол үшін бізде мынау жеткіліксіз, сондықтан біз тағы бір қатар осындай үшбұрыштарды қосамыз. Сонда былай алтау, былай алтау, былай алтау болады. Бұл жалпы 12, иә, сонда периметр үлкен үшбұрыштікі 12 көбейтілген, міне бір қабырғасы тек қабырға 31-ге тең, сонда 12-ні 31-ге көбейте саламыз. Бұның жауабы 372 метр болады екен сонда.